Әңгімеге лайк басып, комментарий бөліміне пікіріңді қалдырып, подписация батырмасын басуды ұмытпа. ЗАГСке тұру керек пе? Сонда сенесіңдер ме? Дедім мен қуанып кетіп. Ондай болса сенуге болады, деді күрескер дәу. Онда ауылдық кеңеске жүріңдер, екеуің куә болып қол қоясыңдар, деп мен мотоциклімді оталдырдым. Бәріміз жетектесе жағаласып, ауылдық кеңес төрағасының кабинетіне кірдік. Не жағдай? Деген ол кісінің сұрағына мен мән-жайды қысқаша түсіндірдім. Солай де, ой інім-ау, бұл үлкен азаматтық іс қой. Жарайды, қазір 15 минутта неке куәлігін қолдарыңа береміз. Паспорттарың бар ғой әйтеуір, деді төраға. Көпті көрген егде кісі еді. Үш жігітке енді не дер екенсіңдер дегендей жақтырмай қарап қойды. Мен өзімнің және Гүлжамалдың паспортын стол үстіне қойдым. Жол жүретін болған соң бағана құжаттарды түгелдеп қалтама салып алған едім. Екі ағасы куә есебінде қол қойды. Мен қол қойып қаламды Гүлжамалға бердім. Байғұстың қолы дір-дір етіп қолды әрең қойды әйтеуір. Көзіне жас келіп қалдау, көзілдіргін алмай бет орамалымен көзін сүртіп еді. Кеңес төрағасы: қой қызым, көңілің босамасын, үлкен қуаныш қой бұл. Өмірге қол ұстасқан қадамдарың құтты болсын, бақытты болыңдар, деп тілек айтып қолымызды қысты. Сонымен неке куәлігін алып, Гүлжамалды мінгестіріп, мотоциклмен кештетіп үйге келдім. Ауылдық кеңестен шыққан соң басшыларға жолығып, сұранып, бір жолдас жігіттің әкесі бақуат тұратын. Сол кісіден 2 айға 1000 сом қарыз алып, біраз шаруаны тындыра келген болатынмын. Сонымен шегінетін жол жоқ. Гүлжамал енді менің заңды әйелім, яғни оны емдету, оған қорған болу, қамқорлық жасау менің тікелей міндетім. Бұл қағаз тұрғысында, ал адамгершілік тұрғысында айтсақ, Гүлжамалға: егер көзің жақсы болып жазылып кетсең, өзіңнің көңілің қалаған жігітпен көңіл жарастырарсың, ешқандай қарсылық етпеймін, деп те тағы ескерттім. Маған қарыздар болып қалдым деп ойыңа еш нәрсе келмесін, дедім. Бұл үндемеді. Әуелі көзім жақсы болып кетсінші, соны ойлайықшы, деді сәлден соң күрсініп. Ас су ішіліп болған соң оңаша отырып апама бар жағдайды бүкпесіз айтып беріп, ақыл беруін, ақ жол тілеуін өтіндім. Апам біраз ойланып отырып қалды. Неге ойландыңыз, дедім шыдамсызданып. Неге ойланбайын қарағым, әкең кетті, енді осы үйдің үлкені өзіңсің. Мына еткен ниетің ойланатындай тірлік қой. Бұл үлкен жүректі, ізгі ниеттілікті талап ететін нәрсе. Бірақ ертең әлде қандай болып, көз сол қалпы қалып қойса, әңгімелеріне шыдай аласың ба? Уәде беріп қойыпсың, некеге де тұрыпсың, оны орындауың керек, адал болуың керек. Уәде Құдай атынан беріледі дегенді мықты ұстанған әкеңнің сөзін білесің. Әкеңнің атағына, өзіңнің азаматтығыңа сын, егер уәдеден тайсаң. Тіпті төркін жағы сотқа беріп үлкен дабыра болуы да мүмкін. Құдайым ондайдың бетін аулақ етсін әйтеуір. Не де болса тәуекел еттім, апа, бізге батаңызды беріңіз. Құдай оңғарып көзі жазылса, бәрі де оңына келер. Құдай жолдарыңды берсін, істерің оңынан келсін. Аман барып сауға айтыңдар шырағым, деп апам бетін сипап батасын берді. Сөйтіп, апамның көңілі күпті болып қала берді. Менің де көңілім күпті. Не болар екен деймін ойланып. Ертеңіне Ташкенттен сағат 12-де ұшып шықтық. Гүлжамал үлкен ой үстінде. Болатын операцияны уайым етіп келе жатыр ма, жазылатын шығармын деп үміттеніп қиялданып та келе жатыр ма, білмедім. Көзіндегі қара көзілдіріктен ішкі жан сарайына үңіле алмадым. Одессаға келіп түсіп, қонақ үйге жайғастық. Түнде Сергей Ивановичтің үйіне хабарласып, таңертең жолығатын болып келістік. Сонымен Гүлжамалды емханаға жатқызды. Бір апта қосымша тексерулер жүргізіп, 8-ші күні операция жасады. Операция 3 сағатқа созылды. Маған 3 жыл өткендей сезілді сол кезде. Тағатым таусыла сарғая күттім. Бір кезде хирургтер шықты операция бөлімінен. Дәрігерлер бөлмесіне жүгіріп кірдім. Аузындағы байлаған дәкені шешпей, қолын жуып жатқан Сергей Иванович маған күлімсірей қарап, бас бармағын көрсетті. Операция сәтті шыққанын сезіп, жүрегім жарылуға сәлек қалды сол кезде. Қалай? Дедім Сергей Ивановичке. Жігітім, құттықтаймын,
Өте жақсы шықты, ешқандай қалдықсыз тазаланды. Ташкенттегі әріптестер берген дәрілердің көмегі күшті болды, деді Сергей Иванович қолымды қысып. Менің көздерімнен жас ыршып кетті. Қандай абырой болды десейші, қандай қуаныш десеңші бұл. Сергей Ивановичті құшақтай алып жылап жібердім. Бұл құдай жарылған қуанышты сезімнің көз жасы еді. Гүлжамал наркоздан ертеңіне есін жинады. Оны мұны ішіп жейтін тамақ алып, бір шоқ гүл алып палатасына бардым. Жағдайың қалай? Гүлжамал бәлекеттен құтылғаның құтты болсын, деп бетінен сүйіп, қолынан ұстадым. Рахмет, Данияр, рахмет, Алланың нұры жаусын саған, деген Гүлжамалдың таңылмаған оң көзі жасаурап, сөзінің соңын алқымына өксік тығылып жұтып қойды. Операция жасаған сол көзі таңулы, шашының өрімі сәл тарқатылып, қобыраңқырапты, иығына түсіп, омырауын жауып тұр. Бірінші рет маған